Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мырза ТВ. Бүгін біз Майнкрафттан әдемі бір үй саламыз. Кеттік. Достар, қазір мен сіздерге кірген кезде көрсетемін. Мінекей достар, кірейін деді, қазір кішкене қалды. Мінекей кірді. Мінекей мынау менің скинім. Қазір біз творческийден үй саламыз. Творческийге қоямыз. Және плоский деген тап-тақыр жерге үй саламыз. Тап-тақыр. Менікі новый версия. Теңіз. Тасбақа. Осындай үй салдым. Крышасы үлкен. Енді осыған достар терезе құрамыз. Біз терезені қызыл түске қояйық. Сонда әдемі болады. Неке әдемі болады екен. Осылай терезелерді салып шығасыздар енді. Неке осылай терезелерді сала бересіздер өздеріңіз. Терезесінің түсін өздеріңіз қалағаныңыздай қоясыздар. Неке болдым терезесін. Енді не істейміз? Енді ішіне кавер қоямыз ба, достар? Қояйық, мына заттардың бәрін алып тастайық. Каверіміз қандай болады? Осындай кавер қойын. Бірақ бұның астына қазір алмаз қойық болмаса көтерілмейді. Почти жетпейді. Сонда кавер астында тұратын болады. Осы жерді тез істеп тастау керек сіздер. Достар, видео ұзақ болып кетсе, сіздерден кешірім сұрайым. Өйткені Майнкрафттан үй салу бұл оңай жұмыс емес. Неке терезелерде әдемі тұрады осындай кезде. Кавер. Неке каверді осылай қойып шығасыздар енді. Өздеріңіз каверді әрине өздеріңіз қалаған түспен. Достар, мен деген кавердің түсін қою көкпа қылдым. Мінекей. Көрдіңіздер ме, достар? Кез келген үй кавермен әдем болады. Мінекей достар, үйіміз аяқталды.
Мінекей достар, енді далаға шығамыз. Қазір осы әдемі үйді суретке түсіріп алайын. Мінекей осылай. Мінекей достар, суретке түсіріп алдым. Достар, егер де сізге осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар достар. Пока-пока, чао!